Сәлеметсіздер ме бақылаушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз МКТ негіздері. МКТ негіздері не екенін бүгін үйренетін боламыз. Яғни МКТ деген осы үш әріп нені білдіреді? Бұл өте үлкен тақырыптардың бірі болып табылады. Өте қиын деп те айтуға болады. Сондықтан алдағы уақытқа бізге сәттілік. Бізде МКТ дегеніміз не? Ең бастысы до этого біздің әрбір неміз бар, температурада мысалы әрбір заттың өзі молекуласы бар, иә. Молекулаларды неден тұрады, ядро деген сияқты әртүрлі, иә. Бұл жерде молекула кинетикалық теория деп аталады. МКТ деген сөзіміз осылай ашылады екен. Заттың молекулалардан тұратынын және олардың үздіксіз ретсіз қозғалыста болатынын түсіндіреді. Яғни бұл не дегеніміз? МКТ деген заң ол заттардың әрбір заттың молекуладан тұратынын дәлелдейді және де не дейді? Оның үздіксіз ретсіз қозғалыста болатынын көрсетеді, түсіндіреді дейді. Оны біз МКТ арқылы түсінеді екенбіз. Мысалы, негізгі қағидалар, яғни бізде постулаттар бар. Бірінші постулаты барлық зат өте ұсақ бөлшектерден атом молекуладан тұрады. Соны бәріміз білеміз, иә, кішкентай класстарымыздан бері. Әрбір заттың өзінің молекуласынан бар. Біз білеміз, бір затты сындырсақ, ол сындырамыз, ұзын болса сындырамыз, жақсы, өте оңай сындырады. Оны тағы да орташа сындыратын болсақ, тағы да осыны сындырдық қой, енді осыны сындыратын болсақ, кішкене қиындау болады жаңа бастап. Сосын тағы да сындырдық қой, 1/4 бөлігін. 1/4 бөлігін сындырған кезде өте қиын болады. Себебі не дейді? Молекулалар бір-біріне тығыз бола бастайды. Сондықтан бізде қиынырақ болады. Содан белгілі бізде заттардың ішінде молекулалар бар. Екінші постулатта молекулалар үздіксіз хаосты ретсіз қозғалады. Яғни не дейді? Бұл жерде мысалы бактерия, яғни андай инфекция сол кездерде көріп жатамыз ғой, химиялық жағдайларда бізде молекулалар деген тез қозғалып жатады, бір-бірлерімен не істейді? Әрекеттей бастайды, яғни энергия болады ішінде. Үшінші постулатта молекулалар арасында тартылу және не бар дейді? Тебілу күштер бар. Яғни олар бір-біріне әрекеттескендіктен олардың араларында тебілу де және де тартылу да болады. Яғни молекулалардың электрондары да бар, протондары да бар, ядролары бар деген сияқты. Электрондар не істейді? Бір-бірлерімен тасымалданып жүреді. Біз оны білеміз химиядан. Және де төртінші постулатымызда температура молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы туралы пропорционал. Яғни не дейді? Температура молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы тура пропорционал. Бізде алдағы уақытта өте осындай көп формуласы бар. Кинетикалық энергияның формулалары өте көп. Сол туралы өтетін боламыз. Сол кезде ашып айтатын боламыз. Төртінші постулаты. Бізде біріншісінде молекулалардың қозғалысы. Молекулалардың қозғалысы қатты күй молекулалар бір орында дірілдейді. Яғни не дейді? Бізде мысалы қатты заттар бар, сұйық заттар бар, газ заттар. Мысалы қатты сұйық зат. Мысалы біз кәдімгі судың күйін айтуға болады, қатты күй, мұз. Сұйық күйі ол кәдімгі еріген су, кәдімгі су. Газ түрі ол булану. Яғни не дейді? Қатты күйде біз не істейміз? Мұздың өзінің формасы болады, қатты болып өзінің формасы, өзінің бір фигурасы. Мысалы осы заттың да бір қатты зат қой, осында өзінің фигурасы бар, мысалы. И қатты күйде біз не істейміз? Ішінде бізде молекулалар кристалдық жүйеде құрылады. Себебі кристалдық жүйеде құрылған себебі молекулалар қатты бір-бірін тығыз ұстап тұрады екен. Яғни ояқта не істеу? Ретсіз қозғалу бар, бірақ өте кішірек. Яғни өте қатты жоқ, бірақ бар. Сұйық газдардан қарап. Мысалы сұйықта біз не бар? Өзінің формасын сақтамайды, яғни тұрған мысалы бір ыдысқа су құятын болсақ, сол форманы алып кетеді ғой, соны айта аламыз. Яғни бұл жерде не істейміз? Не дейді? Молекулалар ол жаңағы сыртқы пішімге байланысты жүйелі түрде құрылады. Газда
біз газды көбінесе көре бермейміз. Мысалы бір ауада да мысалы буларды кішкене ғана көреміз ғой. Сол сияқты. Сол сияқты олар өте барлық жерге тарай алады. Олардың да пішімдері жоқ. Олар ретсіз қозғала бастайды. Өте қатты ретсіз қозғалғандықтан соншалықты біз оларды көрмей, олар басқаларға әсер ете бастайды. Вот. Өте жылдам еркін қозғалады. Вот. Мгм. Екінші бізде тақырыбымыз диффузия. Диффузор деген сөзді естіген шығармыз, иә? Диффузор дегеніміз біз пышылдататын бір себілетін бір зат есімізге түседі, иә? Диффузор. Мен өзім 7 класста диффузия деген тақырып өткенде маған духи бар ғой, вот этот одеколон, туалетная вода, сондай есіме түседі. Яғни бұл не дегенді білдіреді? Диффузия заттардың өзара араласу құбылысы. Мысалы, иіс газдың таралуы шайға қанттың жайылуы. Шайға қанттың жайылуы да. Мысалы, біз ыссы суға, ыссы шайға біз қантты саламыз. Оны біраздан кейін араластырсақ, не істейді? Қант көрінбей қалады, иә? Қант көрінбей қалады, ішінде еріп кетеді яғни. Бұл жерде не дейді? Ол екі заттағы молекула бір-бірімен араласады. Бізде мысалы екі газ, мысалы ауа. Ауаға біз бір яғни антисептик себуіміз мүмкін. Немесе әртүрлі жаңағыдай газдар, мысалы, немесе жаңағыдай духи деген сияқты. Бұларды себу арқылы біз не істейміз? Екі газдың қосындысын, яғни екі молекулалардың араласуына тап боламыз. Сондықтан жел арқылы алып кетуі мүмкін деген сияқты. Вот. Бізде температура және энергия деген затымыз бар. Жаңағыда айтылғандай, біздің молекулалар қозғалғанда не болады? Әрбір зат қозғалғанда энергия пайда болады. Энергия пайда болады. Яғни температура жоғарылаған сайын молекула қозғалысы, орташа энергиялары тоже самое бола бастайды. То же самое мына жердегі таңбамыз қайда кеткен? Иә. Яғни энергия кинетикалық ол тең болады температураға. Тең болады дегенде жуық болып келеді. Яғни не дейді? Бұл жерде біздің мақсатымыз, мен түсіндіргім келгені, температура артқан сайын энергия да арта бастайды. Яғни не дейді? Температура ол, мысалы, температура қызады ма, энергия да көтеріле бастайды. Мысалы, біз деген бір затты былай ысыратын болсақ, мына жер ысый бастайды ғой. Энергия да көп кетіп жатыр. Көп түсіндіре ма? Мен қолымды тез істеген сайын ысый бастайды, температура көтеріле бастайды, тез істеген сайын энергия да көп кете бастайды. Солай, егер температура төмен болса, энергия да төмен болады. Бізде қысым, яғни газ қысымы, ол молекулалардың ыдыс қабырғасына соқтығысуынан пайда болады. Біз қысым дегенде бір заттың бүйтіп суына келуіне, суына, яғни бір пішім бердік, жаңағыдай бір газға, бір сұйыққа пішім бердік делік, соны құйдық. Газды, мысалы, газ баллон деген сияқты, өзінің несі болады ғой, ыдыстар. Сол жерге біз не істейміз? Сол жерге біз мына жерде тең тұру керек. Иә, газ қысымы ыдысқа барса соқтығысуынан пайда болады. Яғни бұл жерде не дейді? Жаңағыдай сыртында тұрған пішімнен, фигурасынан молекулалар істей бастайды. Қатты соқтығысса, қатты хаостық жүйеде қозғалғандықтан олар соқтығысып не басталады? Қысым пайда бола бастайды. Келесі бізде идеал газ моделі. Идеал газ моделі молекула өлшемі өте кішкентай, бір-біріне әсер тек соқтығысқанда және қозғалысы хаос. Жаңағыда айттық қой, хаос. Хаос дегенде көп заттар бір-бірлерімен араласып жатады. Соны молекулалардың арасында болады. Сол хаосты жағдай деп айтады. Және молекула өлшемі өте кішкентай, бір-біріне әсер тек соқтығысқанда әсер етеді. Сол кезде идеал газ моделі пайда болады. Және де Менделеев Клапейрон теңдеуі. Менделеев Клапейрон теңдеуі ПВ тең ВРТ. Мю РТ дейді. Мұнда П қысым жағында айтылған кезде айтқандай В көлем, мю зат мөлшері, R универсал газ тұрақтысы, температура Т болды.
бәріміз білеміз. Енді келесі соңғысы келетін болсақ, біз есеп. Бізде көп есептер бар, жаңағыдай өтіп кеткен мезгіл, квадрон, диффузия деген сияқты. Ең бірінші жаңағыда айтып кеткендей энергия, кинетикалық энергия не дейді? Жуықтағанда т-ға тең. Яғни т көтерілгенде энергия да көтеріледі. Мысалы, газ температурасы 2 есе артса, газ температурасы 2 есе артатын болса, температура 2 есе артатын болса, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгерді? Біз жаңа не дедік? Иә? Энергия да температураға байланысты. Газ температурасы 2 есе көтерілетін болса, мына жерде 1 дейміз. 2 есе көтерілетін болса, соңғы иә? 2 есе көтерілетін болса, бізде кинетикалық қаншаға тең дейді. Қаншаға тең? кинетикалық пен кинетикалық тоқ ға тең болатын болса, 2 тымызда біздің тоқ 2 ға. Яғни бізде 2 кинетикалық 1 тең 2 кинетикалық 2-ге. Яғни бұл жерде 2-ге теңестірейік. Осылай есебіміз шығады. Яғни бұл жерде жауабымыз 2-ге кетеді. 2 есе артады деген сөз. Келесі есебіміз біздің газдың температурасы 300 кельвинден 600 кельвинге артқан. Молекулалардың орташа жылдамдығы қалай өзгереді дейді. Орташа жылдамдық, яғни бізде не болады орташа жылдамдықта? Бізде тура пропорционал деп айттық қой. Жаңағыдай орташа жылдамдығы. Бізде орташа жылдамдығы V жуықтағанда түбірасты т-ға тең болатын болса, V2 бөлінген V1 ол бізге не істейді? Қанша есе өсетінін білдіреді. Бізде яғни не дейді? 300 кельвиннен 600 кельвинге артты дейді. 300 кельвиннен 600 кельвинге артты дейді. Артатын болса, бізде т болады бұл деген. Яғни т-ның формуласы бізде ол мана айтып кеткендей түбірасты т орташа төбесін бүйтіп белгілейтін боламыз. Бұл орташаның формуласы V2 бөлінген V1. Ja? Ал жаңағы жуықтағанда біз түбірасты 600 бөлінген 300 болады, ja? 600 бөлінген 300 тең түбірасты 200 болса, сонда қанша болады? Жоқ. Түбірасты 2 есе өтіреді. Түбірасты 2-ге өседі. 300-ге бөлгенде. Сол. Біздің жауабымыз осы. Сонымен біздің есебіміз осымен аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау